Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін баклажаннан жылы салат жасайтын боламыз. Баклажанды домалақтап турап аламыз және оның бетін екі жағында майдалап кеспелеп аламыз. Соусымыз оған сіңу үшін. Міне баклажан осылай турап алдық. Енді бізге бір чеснок керек болады. Чеснокты майдалап турап аламыз, немесе үккіштен өткізсек те болады. Чеснокқа тұзды және майды қосып араластырып аламыз. Менде зәйтүн майы, яғни оливка майы, күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Араластырып алып, баклажандарымызды тапаға қойып, осы соусты аздап бетіне жағып шығамыз. Және оны жағып болғаннан кейін духовкада 10-15 минуттай баклажанды пісіріп аламыз. Баклажан пісіп болғанша, енді біз помидорларымызды домалақтап турап аламыз. Достар, каналым ұнаса, видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Енді бізге осындай сыр керек болады. Баклажанымыз пісіп шықты. Енді помидорларымызды осы баклажандардың бетіне қойып, ол помидорлардың үстіне жаңағы сырымызды үккіштен өткізіп, сеуіп шығамыз. Салат өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Мінекей дайын болды. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.